Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай жұмсақ, пышный болып шығатын панкейк дайындайтын боламыз. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, қант, тұз, осы үшеуін жақсылап араластырып аламыз. Қанша грамм керектігін мен описание бөліміне жазып кететін боламын. Кейін үстіне сүтімізді қосып жақсылап араластырып алатын боламыз. Сұйық массамыз дайын болғаннан кейін ұнымыз бен қопсытқышымызды салып жақсылап араластырып алатын боламыз. Соңында үстіне сұйық майымызды қосып жақсылап араластырып аламыз. Тестамыз не сұйық, не қатты қою болып кетпеуі керек. Қызып тұрған майға екі жағын қызартып қуырып алатын боламыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Сіздермен болған мен Ақнұр, ас болсын.